Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Әулет құпиясы 35 бөлімі. Шағла мен Доған екеуі кештен шығып бір-бірімен айтыса бастады, яғни тамақ жайлы. Жарайды, үйімізге тарқайық, кеш болып кетті деді. Қандай үйге барасың, Шағла? Сенің үйді босат деген жоқ па? Сотқа берсе берсін, үйімнен айырылатын жағдайым жоқ деп екеуі қоштаса барды. Сол кезде Шағла Доған егер маған қараса, ол да мені ұнатады деді. Ал Шағла Доғанның қарағанын көрмеді. Таңертең Шағла Доғанға қоңырау шалып, сен қайда жүрсің, Доған, кешіктің ғой деді. Кептелісте тұрып қалдым, қазір барамын деді. Ал прокурор болса Бехрамнан сұрақ жауап ала бастады, яғни Шағланың әкесі Жүсіп туралы. Бірақ Бехрам сол кезде өз кінәсін мойындады. Ал прокурор ашуланып, оған сіздің қатысыңыз жоқ қой, 25 жыл жазықсыз өзіңіз түрмеде отырдыңыз ғой дегенде, жоқ, Жүсіп мырзаны мен өлтірдім. Осы жазыңызда осы тақырыпты енді жабыңыз деді. Сөйтті де прокурор шыққанда Шағла қатты қуанды. Прокурор ханым, не болды? Сұрақ жауап ала алдыңыз ба деді. Бехрам 25 жыл алдыңғы оқиғаны, яғни Жүсіп мырзаны өзі өлтіргенін мойындап отыр. Енді сіздің әкеңіздің ісін одан әрі жалғастырып аша алмаймыз. Кешіріңіз, Шағла ханым деп прокурор кетіп қалды. Ал Шағла болса, Құдай атсын деп Бехрамды қарғай бастады. Ал Бехрам болса сөмірейіп шықты. Шағла Бехрамды көре сала, сен әпкемді сүйем дегенің қайда? Сен неге қан жоғылардан кегіңді алмадың? Осыны пайдаланып әпкемді түрмеден шығармақшы едің деп жыларман болды. Ал Нұргүлге Садет келіп, Нұргүл, сен неге Такер мырзаның бөлмесіне бармай жатсың деді. Ламия ханым ол бөлмеге кіруге тыйым салды, ауруханадан вирустарың жұғады деп кіргізбеді деді. Ал Сефа болса Нұргүлдің не жасырғаны жайлы білгісі кеп бөлмесін ақтара бастады. Сол кезде Нұргүл кіріп қалып, Сефа, сен мұнда не істеп жүрсің? Әйелің жанында болуың керек емес пе? Сенің мұнда не шаруаң бар Нұргүл деді. Екеуміздің арамызда бір сезім бар деді. Сөйтті де екеуі сүйісе бастады. Ал олардың сүйісіп жатқандарын көрген Фикрет, яғни Нұргүлдің ағасы, ашуға мініп Сефаны ұра бастады. Сен оңбаған не істеп жүрсің деді. Ал Нұргүл оларды ажырата алмады. Ал Доған мен Шағла екеуі Бехрамның артынан аңдып келеді. Ал Садет болса, неге Такердің бөлмесіне кіргізбегенін, Такер мырзаның бөлмесін ашқанда оның жоқ екенін көріп таңданды. Ал Бехрам болса, Такермен жолығу үшін Айдалаға келді. Такер мырза да келді. Ал Такерді көрген Доғанның көзі шыға жаздады. Не? Бұның артында әкем бар ма деп Шағла да Такер мырзаны көргенде, о, Құдайым-ай деді. Бехрам мен Такер кездесті. Такер Бехрамға қолын жүйдірді. Сен айтқандай істі өз мойныма алдым. Яғни осы 25 жыл алдыңғы Жүсіп мырзаны өзім өлтірдім. Жазамды өзім өтеп шықтым деп айттым деді. Ал бұларды көрген Доған таңданысын жасыра алмай, мен қазір барамын, бұлай қарап тұра алмаймын деді. Сол кезде Шағла Доғанды тоқтатып, барғанда не істей аласың деді. Фикрет пен Сефа төбелесе бастады. Сол кезде Нұргүл, аға, оның ешқандай жаздығы жоқ. Мен оны сүйдім. Ол әйелін таңдады, аға. Мен Сефаны ұнатқан едім деді. Сол кезде Фикрет оны ұрып жібермекші болғанда тоқтатты. Ал Нұргүлді, бұл жерден жұмыстан шығасын, Ван әпкенің үйіне кетесің деді. Ал Садет болса, Такер мырзаның бөлмесінде Ламия ханымды күтіп, Такер қайда екенін сұрады. Сол кезде Садет, мен осындамын деп Такерде кіріп келді. Ал оны көрген Садет өңі қашты, яғни қайтыс болды деп ойлап еді. Ал Алтын болса, үйдің басшысы келді деді. Барлығы да Синанның арбада отырғанын көріп, бұл қалай болғаны деді. Бұл уақытша, Синан әлі аяғына тұрады деді Алтын. Енді Синанды арбаға отырғызып үйге кірейік деді.
алтын үйге айқайлай, басшылар келді, қайда жүрсіңдер деді. Осы үйдің басшысы ма деп Такир мырза даусын шығарды. Сол кезде барлығы үй ішіндегі алтында, Гүлсанда барлығы да Такирді көргенде өңдері қашты. Синан да сен мені өлтірмекші болдың. Өз ұлыңның көлігіне жарылыс қойдырдың деді. Бұны саған кім айтып жүр? Мен сендерге ұрсатын шығармын, аямайтын шығармын, бірақ мен өз ұлымды өлтірмеймін деді. Ал Шағла болса прокурорға келіп, прокурорды өлтірмекші болған. Баламен жолығу керегін, Такир мырзаның есін жиғанын барлығын айтты. Ал Доған үйге келгенде, Такир мырза, ұлым, сен мені аман сақтап қалыпсың. Қолымнан сүй. Енді жауласқанымызды осы жерден қояйық, ынтымақта бірлікте болайық деді. Сол кезде Доған өз ұлын өлтірмекші болған. Басқалардың қылмысын мойындамаған, басқаларға жапқан кісінің қолынан сүймеймін деді. Сен қандай әкесің? Ынтымақ дейсің, бірақ өзің істеп жүрген қылмысың анау. Сенің жазылғаның енді емес, сен жазылғаныңа біраз уақыт болды. Кет бұл үйден деді Такир. Кетпеймін. Осындай дастархан тұрғанда ешқайда да кетпеймін деді. Ал Ламия болса, отағасы дастарханға отырмай, қандай тәрбиесіз адамсыңдар деді. Әпке, қазір ренжісіп қаламыз деді. Келіңдер, барлығында дастарханға отырып дәм татайық. Отбасымыздың басшысы да оған қарсы емес деді. Синан да қуана, барлығы да келді. Сол кезде Доған тәтесі Ламияға, әпке, сен әкемнің қылмыскер сыбайласы ретінде сен де кетесің, сен де барлығынан жауап бересің деді. Сол кезде сұраққа жауап бере алмай, бұлар кете барды. Шағла болса прокурорды өлтірген баладан жауап ала бастады. Яғни көлік ақ деді. Бала ақ көлікке отыратын білдім деді. Бірақ кінәні өз мойнына алып, Такирдің кінәсіз екен мойындап отыр. Фильмнің жалғасы бар.